Ассалаумағалейкум құрметті достар, сіздер менен Жалкен KZ. Бүгін мінекей біздер Қостанай қаласының орталық алаңында тұрмыз. Бүгіннен бастап біздер жаңа айдар бастаймыз, яғни сұрақ жауап. Футбол жайлы 3 сұраққа жауап берген адамға біз мінекей осындай керемет тәтті сыйлығымыз бар. Ендеше біздер мінекей отырған жігіттерден сұраймыз. Ассалаумағалейкум жігіттер. Ассалаумағалейкум. Жалпы қазақ футболына қызығасыздар ма? Негізінде футбол жанкүйерлерсіздер ме? Қызығамыз. Сіздерге онда жақсы ұсыныс бар. Егер де 3 сұраққа жақсы жауап берсеңіз, мына тәттілер сіздікі. Ең бірінші сұрақ қазақ футбол жайлы. Қазақстан Премьер Лигасының жалпы ең көп гол соққан адамдар деп ойлануға 30 секунд бар. Жалпы қазақ футболында осы Премьер Лигада ең көп гол соққан ойыншымыз кім ол? Легионер ма? Легионер емес. Тағы берген? Ол жалпы общий. Исламхан. Ойланып алыңыз, жақсы. Подсказка берейін. Ол біздің жерлесіміз. Атақты. Қолға қарап айтсаңыз. Өте дұрыс. Нұрбол Жұмасқалиев. Мінекей біздің жерлесіміз 9 бұрын ойыншысы аңыз Нұрбол Жұмасқалиев. Қазақстан Премьер Лигасындағы ең үздік команда. Жақсы. Енді бұл подсказкамен болды. Бірақ енді қалған екеуін табуға міндеттісіз. Екінші, 2007 жылға алтын допты алған футболшы. 2007. Бірақ қана жауап айтасыздар. Бірақ қана ма? Роналду. 2007 жыл. 2007 жыл Чемпиондар Лигасын кім ұтты? УЕФА Чемпиондар Лигасы. Лига чемпионов УЕФА. Барса ма? Подсказка берейін. Итальяндық Милан. Сол 2007 жыл итальяндық Миланда жарысында жарқылдаған Месси мен Роналдудың алдын озып кеткен ойыншы атақты бразилец. Бразилец. Кака. Өте дұрыс. Рикардо Кака. Жақсы, енді бұл ответтері қайтап қабылдаймыз. Енді әрең-әрең таптыңыздар. Бірақ сонда соңғы мүмкіндіктеріңіз бар. Соңғы мүмкіндік 2002 жылғы УЕФА Чемпиондар Лигасында жеңісті голын соққан футболшы. Уақыт кетіп жатыр, ойланамыз. Бұл енді әлем чемпионы, Чемпиондар Лигасында жеңген, алтын доп отқан атақты қасқа бас футболшы кім? Зинедин Зидан. Тамағасың ма? Жақсы, енді құрметті достар, біздің уақытымыздың тығыздығына байланысты анда-мында жүре алмаймыз. Сол үшін осы әйтеуір әрең-әрең жауап берсе де сұрақтарыңызды қабылдаймыз. Мына тәттілер сіздікі. Құтты болсын. Жақсы құрметті достар, біздің арнамызды тіркеліп қойыңыздар, лайк басыңыздар. Бұйырса, біз осындай жақсы форматты күн сайын түсіретін боламыз. Келесіде дайын болыңыздар. Бұл енді бірінші түсірілім болғаннан кейін осы форматта біз кішкене жеңілдік бердік оқырмандарымызға. Ал келесіде енді дайын болатын болыңыздар.